Өмірде анасына күйеу болған тұңғыш балалар, баласына әйел болып алған диктатор аналар көп. Бұл әңгіме анасы мен әкесінің жұбайлық өміріндегі кикілжіңдерін шешумен 10 жылын ысырап етіп, өз отбасына көңіл бөле алмай, дал болып, қарызға батқан үйдің тұңғыш ұлы жайлы. Арнама қош келдіңіздер, құрметті тыңдармандар. Өте қызықты әңгімелер болады алдағы уақытта. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарийда өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Қалай ойлайсыздар? Ана мен әке өз өмірін сүру керек, ұл мен келін өз өмірін сүру керек деген сұрақтарға не деп жауап берер едіңіздер? Перзентхананың терезесінен сыртқа қарап тұрған келіннің көзінде қуаныш пен қорқыныш қатар тұрды. Қолында жаңа ғана өмірге келген сәби. Кішкентай ғана жүрек, бірақ оның тағдыры енді осы әйелдің қолында. 3 күн бұрын ол айқаймен, ауырсынумен ана атанды. Қазір бәрі тыныш сияқты. Бірақ оның ішінде бір тынышсыздық бар. Себебін өзі де түсінбейді. Үйге қашан барамыз? Деді ол күйеуіне телефонмен. Телефонның арғы жағында сәл үнсіздік болды. Бұл үнсіздік біртүрлі еді. Бұрын мұндай емес болатын. Барамыз, бүгін алып кетем. Бірақ мен пәтерді ауыстырдым. Келіннің жүрегі бір сәтке шым ете қалды. Неге? Солай керек болды. Кейін айтам. Ол тағы да сұрамады. Жаңа босанған әйелдің күші жоқ дауласып отыруға. Оның ойында тек бір нәрсе, үйге барсам болды. Үй ол үшін тыныштық. Қай үй болса да. Перзентханадан шыққан күні ол ақ орамал тағып, сәбиін кеудесіне қысып, жаңа өмірге қадам басты. Бәрі жақсы болады деп өзін сендірді. Күйеуі келді. Күлімсіреп тұр. Бірақ ол күлкі бұрынғыдай жылы емес. Олар көлікке отырды. Қала көшелері өтіп жатыр. Бірақ бұл жол оған таныс емес. Біз қайда бара жатырмыз? Деді ол жай ғана. Келдік қазір. Көлік ескі көп қабатты үйдің алдына тоқтады. Қабырғалары сарғайған, ауласы тар, кіреберісі қараңғы. Келіннің жүрегі тарс ете қалды. Бұл біздің үй ме? Уақытша. Ол үндемеді. Подъезге кіргенде ауыр иіс келді. Ескі үйдің иісі. Қабырғадағы бояулар түсіп қалған. Бір түрлі суық. Есік ашылды. Алдында тұрған әйел оның енесі. Жасы 50-ден асқан. Көзі суық. Келдіңдер ме? Келін бір сәт түсінбей қалды. Апа, сіз мұнда ішке кір. Ол ішке кірді. Бөлме тар. 3 бала отыр. Бірі телефон шұқып отыр, бірі терезеге қарап, бірі жай ғана үнсіз. Шешем әкеңмен ажырасып кетті. Деді күйеуі жай ғана. Алматыға келді. Бұл сөз келіннің құлағына ауыр тиді. Ал біз ше? Біз осында тұрамыз. Осы сәтте оның ішіндегі бір нәрсе сынып кеткендей болды. Бірақ ол тағы да үндемеді. Себебі ол келін. Сол күні кешке бәрі бір үстелде отырды. Бірақ бұл дастархан отбасының дастарханы емес еді. Бұл бір-біріне жат адамдардың мәжбүрлі отырысы сияқты. Енесі келінге көзінің қиығымен қарап отыр. Баланы дұрыс ұстап отырсың ба? Иә, қазіргі қыздар дайын болмайды бәріне. Бұл сөз жүрегіне қадалды. Бірақ ол тағы да үндемеді. Түн болды. Сәби жылады. Келін орнынан тұрып баласын әлдилей бастады. Көздері қызарып кеткен. Дене әлсіз. Енесі бөлмеден шығып келді. Тыныш отырғызбайсың ба? Біз де ұйықтауымыз керек. Бұл сөзден кейін келіннің жүрегі сынып түскендей болды. Ол ештеңе демеді. Тек баласын қаттырақ құшақтады. Келесі күні таңертең үйдің іші тарлық етті. Ауа жетпейді. Әркімнің мінезі бөлек. Біреу қабағын түйеді, біреу сөйлеспейді. Келін ас үйге кіріп шай қойды. Мен осы үйдің келінімін деп өзіне міндет жүктеді. Енесі артынан кірді. Бізде әркім өз орнын біледі. Келін үндемеді. Күн өткен сайын қысым көбейе берді. Біреуіне бір нәрсе ұнамайды, екіншісі сөз айтады. Ал күйеуі үндемейді.
Сол үнсіздік ең ауыр жаза болды. Кешке қарай бәрі шектен шықты. Енесі даусын көтерді. Бұл үйде туған сен ғана емес. Келін селк етті. Көзіңді жоғалт. Бұл сөз ауада қатып қалғандай болды. Жаңа ғана ана болған әйелге айтылған сөз. Ең ауыр сөз. Келін күйеуіне қарады. Бірақ ол көзін алып қашты. Сол сәтте келін бәрін түсінді. Ол бұл үйде жалғыз екенін түсінді. Сол түні ол жыламады. Жылау әлсіздік емес. Бірақ ол жылай алмады. Ішінде бір нәрсе қатып қалды. Таң атты. Ол орнынан тұрды. Сәбиді орады. Үнсіз. Ешкімге ештеңе айтпады. Сыртқа шықты. Көктемнің салқын желі бетіне соқты. Бірақ бұл суық оның ішіндегі суықтан әлсіз еді. Ол көрші подъезге кірді. Бос тұрған пәтердің кілті бар еді. Ішке кірді. Суық, шаң, еден лас. Бірақ бұл оның еркіндігі еді. Ол шелекті алды. Суға қолын батырды. Су мұздай. Бірақ ол тоқтамады. Жаңа босанған әйел еңкейіп еден жуып жатыр. Әр қимыл намыс. Әр тамшы су көз жасы сияқты. Бірақ бұл жолы ол жыламады. Ол күшейді. Сәбиі жылады. Ол барып көтерді. Біз бәрін бастаймыз деді сыбырлап. Сол күн оның жаңа өмірінің басы болды. Ал күйеуі, ол сол үйде қалды. Өзін дұрыс деп ойлады. Анамның ақ сүті деді. Мен отағасымын деді. Бірақ бір нәрсені түсінбеді. Отбасы бұйрық емес. Отбасы жауапкершілік. Жылдар өтті. Келін сол суық пәтерден жылы үй жасады. Баласын өсірді. Өзі күшейді. Ал ер адам бір күні жалғыз қалды. Сонда ғана түсінді. Бірақ кешеді. Кейбір есіктер бір рет жабылады. Және ешқашан қайта ашылмайды.